Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте ерекше, дәмді краб таяқшалары бар жұмыртқа орамдарын жасайтын боламыз. Жасалу жолы да өте оңай. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа, ас көк, 100 грамм ірімшік, краб таяқшаларынан 4 дана және майонез қажет болады. Ең алдымен бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Оны венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Және шым-шым тұз қосып жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған жұмыртқаны қызып тұрған табада құймақ сияқты пісіріп аламыз. Табаны майлауды ұмытпаңыздар. Міне осылай. 1-2 минутта асты қызарып піседі. Одан соң келесі бетіне аударамыз. Міне келесі бетіне аударып алдық. Келесі беті де қызарған соң жұмыртқамызды аламыз. Міне дайын болды жұмыртқамыз. 3 жұмыртқамызды дәл осы әдіспен пісіріп аламыз. Міне 3 жұмыртқамызды осылай пісіріп аламыз. Бұл жұмыртқамызды суытуға қоямыз. Ол суғанша біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін 100 грамм ірімшігімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Оны бөлек ыдысқа салып аламыз, ірімшікті. Енді орамдарымыз жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқадан жасалынған құймағымызды алып, оның үстіне краб таяқшаларын орналастырамыз. Краб таяқшаларын да осылай ашып аламыз. Міне краб таяқшаларын орналастырып болдық. Енді оның үстіне ірімшігімізді себеміз. Майонезімізде осы әдіспен бетіне жағып шығамыз. Оның үстіне ас көк, яғни укропымызды сүйіп шығамыз. Міне ортасындағы салмасын бәрін салып болдық. Енді өте тығыз қылып ораймыз. Енді қалған 2 бөлігін жасаймыз. Дәл осы әдіспен. Міне 2 шетін кесіп алып тастаңыздар. Қалған ортасын осылай өткір пышақпен кесіп шығамыз. Міне біздің краб таяқшалары бар жұмыртқа орамдарымыз дайын болды. Өздеріңіз бір қатты ерекше тағам жегілеріңіз келгенде тез жасай қоятын өте дәмді, тіске басар деп айтсам болады. Дәмі өте ерекше, жасап көруге кеңес беремін. Видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңырау шағына басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.